Баршаңызға сәлем, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеода ағылшын тіліндегі present perfect шағы туралы айтамын. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қараңыздар, каналға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастайық. Present perfect шағы қазақ тіліне аяқталған осы шақ деп аударылады. Бірінші қолданылуы өткен шақта басталып, қазіргі шақта жалғасатын іс-әрекеттерді айтқанда осы present perfect шағы қолданылады. Мысалға назар аударайық. They have been married for nearly 50 years. Олардың отау құрғандарына 50 жылдай уақыт болды. Яғни олар 50 жыл бұрын отау құрған және қазіргі уақытқа дейін бірге тұрып келе жатыр. Сондықтан да біз бұл сөйлемде present perfect шағын қолданамыз. Келесі мысалға назар аударайық. She has lived in Astana all her life. Ол өмір бойы Астанада өмір сүрді. Яғни қазіргі уақытқа дейін жалғасып келе жатқан іс-әрекет, сондықтан да біз бұл сөйлемде present perfect формасын пайдаланамыз. Келесі кезекте екінші қолданылуы. Біз өміріміздегі тәжірибемізді, немесе біреудің өміріндегі тәжірибені айтқан кезінде present perfect формасын пайдаланамыз. Түсінікті болу үшін келесі мысалға назар аударайық. I have seen that film before. Мен бұл фильмді бұрын көргенмін. Яғни бұл сөйлем өмірдегі тәжірибеге байланысты айтылып тұр, және де бұл іс-әрекеттің нәтижесі қазіргі шақта бар, сондықтан да біз бұл сөйлемді present perfect формасында айтамыз. Келесі ever және never сөздері. Бұл сөздер present perfect шағында қолданылады. Бірінші кезекте ever сөзі. Қазіргі таңға дейінгі тәжірибені айтқан кезде қолданылады. Мысалға назар аударайық. My last birthday was the worst day I have ever had. Менің соңғы туған күнім өмірімдегі ең нашар күн болды. Яғни бұл жерде I have ever had деген сөйлемді жеке аударатын болсақ, менде болған деп тұр. Яғни өміріндегі оқиғалардың бірін айтқанда біз ever сөзін қолданамыз. Келесі кезекте never сөзі. Never сөзі болымсыз мағынаны білдіру үшін қолданылады. Егер сөйлемде not сөзі болмай, алайда never сөзі тұратын болса, ол сөйлем бәрібір болымсыз мағынаны білдіріп тұрады. Мысалға назар аударайық. I have never met his wife. Мен оның әйелімен ешқашан кездескен емеспін. Яғни сөйлемде not сөзі жоқ, бірақ never сөзі тұр. Сондықтан да бұл сөйлем болымсыз мағынаны білдіріп тұр. Және бір ескерте кететін жайт, not және never сөздері ешқашанда сөйлемде бірге қолданылмайды. Келесі үшінші қолданылуы, жақын арада ғана болған іс-әрекетті айтқанда біз present perfect шағын қолданамыз. Мысалға назар аударайық. I can't get in the house. I have lost my keys. Мен үйге кіре алмаймын. Мен кілттерімді жоғалтып алдым. Яғни бұл іс-әрекет жақын арада орын алған, сондықтан да біз бұл сөйлемді present perfect шағында айтамыз. Present perfect шағындағы сөйлемдерде біз recently, just немесе only just сөздерін қолдана аламыз. Recently жақында деген мағынаны білдіреді, just және only just сөздері қазір ғана деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. They have recently discovered a new breed of monkey. Олар жақында маймылдың жаңа тұқымын тапты. Яғни бұл жерде recently сөзі have көмекші етістігінен соң қолданылып тұр. Осыны естен шығармайық. Келесі мысал, we have just got back from our holidays. Біз демалыстан қазір ғана оралдық. Бұл жерде ескерте кететін жайт, just сөзі have көмекші етістігінен соң қолданылып тұр. Осыны естен шығармайық. Келесі кезекте біз present perfect шағындағы сөйлемдерде so far, until now, up to now сөздерін қолдана аламыз. Бұл сөздер осы уақытқа дейін немесе қазірге дейін деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар, present perfect шағындағы болымсыз және сұраулы сөйлемдерде біз yet деген сөзді қолданамыз. Бұл сөз әлі деген мағынаны білдіреді және әрдайым сөйлемнің ең соңында қолданылады. Мысалдарға назар аударайық. Where have you been up to now? Осы уақытқа дейін қайда болдың? I haven't finished my homework yet. Мен әлі үй жұмысымды аяқтамадым.
Келесі кезекте since сөзі. Since сөзі present perfect шағында қолданылады. Бері деген мағынаны білдіреді. Мысалға назар аударайық. I have worked here since I left school. Мен мектепті бітіргеннен бері осында жұмыс істеймін. Келесі кезекте present perfect шағының құрылымдары. Болымды сөйлемнің құрылымы. Subject, яғни бастауыш, оған қосылған have немесе has көмекші етістіктері, оған қосылған етістіктің үшінші формасы немесе иде жалғанған етістік. Келесі кезекте болымсыз сөйлем, бірінші subject, оған қосылған have немесе has көмекші етістіктері, оған қосылған not және де оған қосылған етістіктің үшінші формасы немесе иде жалғауы жалғанған етістік. Келесі сұраулы сөйлем. Сұраулы сөйлемде have немесе has көмекші етістіктері сөйлемнің алдына шығады, оған қосылған subject, яғни бастауыш, оған қосылған үшінші формадағы етістік немесе иде жалғауы жалғанған етістік. Сөйлемнің соңына сұрақ белгісін қоюды ұмытпаймыз. Міне достар, осымен бүгінгі видео сабақ аяқталды. Сіздерге бүгінгі берілген ақпараттар түсінікті болды деп ойлаймын. Егер видео сабақ ұнаған болса, міндетті түрде каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар. Сондай-ақ менің Instagram парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Осы сілтемеден өтсеңіздер, менің Telegram каналыма өте аласыздар. Сілтемесін описание бөліміне қалдырамын. Ал қазірше сау болыңыздар.